Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге егов.kz сайтына кірмей-ақ 5 минуттың ішінде өзіңізге керекті справкалардың тізімін қалай алу керектігін көрсететін боламын. Ең алдымен сіздерге телеграм керек болады. Телеграмға кіргеннен кейін осы жерде көрсетілген егов.kz бот деген сайтты тауып алуыңыз керек болады. Тапқаннан кейін өзіңізге керекті қызметті алу үшін старт бағдарламасын басасыз. Басқаннан кейін өзіңізге керекті ыңғайлы тілді таңдайсыз. Мен қазақ тілін таңдағаннан кейін маған қазақша бағытта шығып тұр. Сіздер орысша таңдасаңыздар да болады. Баптауларды таңдадым және де өзімнің аты жөні мен номерімді енгіздім. Номеріңізді осы бағытта енгізесіз. Алдына ешқандай сегіз немесе плюс қоспауыңыз керек болады. Немесе ол сіз өйтіп қателік жіберетін болсаңыз, сіздің номеріңізді олар қабылдамайды және де сіз оған, яғни сіз өзіңіздің справкаңызды ала алмауыңыз мүмкін. Сол себепті бұл жерде қателік жібермеңіздер. Және де өзіңізге керекті справканың тізімін таңдайсыз. Мен мына жерде сіздерге керекті болсын деп сот жұмысы деген батырманы бастым, яғни өзімнің соттылығым жоқ екені туралы дәлелдеу үшін справкаға тапсырдым. Және де справкаға тапсырғаннан кейін менің номеріме код келеді. Кодты қабылдадым және де менің өтінімім қабылданғаны туралы мына жерде жазылып тұр. Және де сізге 1-2 минут болмай-ақ өзіңіздің справкаңыз дайын болып келеді. Оны жүктеп алсаңыздар да болады, немесе почтаға жіберсеңіздер де болады. Сол сияқты мына жердегі баптаулар дегенді басып, немесе тағы да старт дегенді басып, өзіңізге керекті қызметті таңдай аласыз. Еговқа, яғни өзіңізді брондасаңыз болады, операторлармен байланыссаңыз болады, немесе басқа да соттылығы жоқтығынан басқа денсаулық сақтау жөнінде, зейнетақы, мына жерде көрсетілген неше түрлі қызметтерді сіз ала аласыз. Баршаларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.